Ай атылған азан менен таң абзалы, мұсылманның күнәмен араз жаны. Ағайын төрт көздерің түгелмеген, төрт рәкат секілді намаздағы. Әппақ тістен ақ тілек ақтарайын, хат боп түскен өлеңдей қағаздағы. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, Мұхаммед үмметіне тараздағы. Бұлғалық жаңылмаса ботам деуден, жүрегім талмас менің отан деуден. Ағайын мәуліт айы құтты болсын, тәуелсіздік тойымен қатар келген ай. Көңіліне жинайды арман, ниетке орай бәрін сыйлайды Аллам. Мұхаммед бұл өмірден өтер кезде, үмметім деп біздерді қимай қалған. Мың алғыс тараздағы жамағатқа, жүрегіне ізгілікті жинай қалған. Пайғамбарға деген ыстық ықыласпен бала сағым залына сыймай қалған. Көңілге әсем өлең құйылса екен, әр адам бір құдайға иілсе екен. Тәуіп балгер бақсыдан үміт күтпей, тек қана бір Аллаға сыйынса екен. Жүрегінде тарыдай иман барға, жәннаттан үлкен сарай бұйырса екен. Мәулітке жиылса егер бүгін қалай, дәл солай бес намазға жиылса екен ай. Намазға жығылмасаң бес уақыт, бес күнгі бұл жалғанның несі вақыт. Қамышының сабындай қысқа ғана, сырғы бағып өтпей ме есіл уақыт. Мұны ойласам көңілге қайғалғанмын, ертеңгі ақыретін ойланған кім. Өлімі итқорлықпен келген талай, жолынан бір құдайдың тайғандардың. Қара жер қабылдамай ленин жатыр, жолын тапқан біздерді ойрандаудың. Перғауынның денесі әлі сақтаулы тұр, құдаймын деп былыққа байланғанмын. Бұл біз үшін өнеге болу керек, имансыз бақыттыға айналған кім. Тілегі қабыл болсын деп тілеймін, Құдайға құл боп қолын жайғандардың. Тіліне қуат берсін имамдардың, ісіне қуат берсін байжандардың. Осында кеп отырған әр мүмінге шапағаты тисе екен пайғамбардың ай. Ынтымақ мұсылманның күші емес пе? Бірлік ол дұшпандарға сұс емес пе? Сіздерге ізгі кешті сыйлап жатқан Даниярдай бас имамның ісі емес пе? Имамдарың халыққа қызмет қылса, бұл да бір бейбіт күннің тұсы емес пе? Қазағым болат тұяқ қыран енсің, шапқанда шаң жұғытпас құла керісің. Бабалардан аманат болып қалған, осынау кең далаға мұра керісің. 25 жыл ішінде бой түзеген еңселі мемлекетке куә керісің. Баршаңа тілейтінім бүгін кеште, басыңа бақ пен дәулет тұна берсін. Жастарыңның жүзіне шуақ енсін, қарттарыңның аузында дуа болсын. Ер жеткендер еліне келін әкеп, бой жеткендер тұрмысқа шыға берсін.
шаңырақтың ұйтқысы боп отырған жеңгейлер туа берсін. Дүниеге келген әрбір ұл мен қызға апалар шілдехана қыла берсін. Құбылаға бет түзеп бүкіл қазақ жай намазға маңдайын ұра берсін. Елдегі бар мұсылман тату болып, бірлікпен белім бекем буа берсін. Көктүріктің бүгінгі ұрпақтары көк туымыз желбіреп тұра берсін. Ай